Сәлем, менің тапқыр досым, менің каналыма қош келдің. Маған алдымен тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Бізде бүгін суық немесе ыстық, өзіңе үй таңда, ыстық немесе суық айдарына қош келдің. Кеттік. Ыстық аралдарда немесе солтүстік полюсте. Ыстық немесе суық, өзіңе ойын-сауық таңда. Кеттік. Бассейнге шомылу немесе шаңғы тебу. Өзіңе жұмыс таңда, ыстық жерде отырасың немесе суық. Иә, аспазшы болсаң, әрине ыстық жерде жүресің, мұзды аймақтарда тазалап, қарды күрейсің. Өзіңе жейтін затты таңда, ыстық немесе суық. Иә, ол біреуі ыстық шоколад, біреуі балмұздақ. Балалардың көбісі балмұздақ таңдағанына күмәнім жоқ. Өзіңе бөлме таңда, ыстық немесе суық. Әрине, ана бөлменің атмосферасы от болып тұрғандықтан мен өзіме ыстығын таңдар едім. Өзіңе демалыс орын таңдап ал. Ыстық жер, суық жер. Өзіме ыстық қатты ұнамағандықтан мен тауды таңдадым. Сен қайсысын таңдадың? Өзіңе көлікті таңда, ыстық немесе суық. Ыстықты таңдадым. Не үшін десеңіз, өрт сөндірушінің жұмысы ауыр. Негізінде екеуі де ауыр. Өзіңе саябақ таңда, ыстық немесе суық. Мен болсам шомылатын жерді таңдар едім. Өзіңе тапсырма таңда, ыстық немесе суық. Лайк басу немесе пікір жазу. Маған тіркеліп, маған лайк басып, пікір жазуды ұмытпа. Өзіңе бас киім таңда, ыстық немесе суық. Өзің таңдағаның, мен ыстық бас киімді таңдадым. Әдемі кішкентай балаларға арналған. Өзіңе тағам таңда, ыстық немесе суық. Таңдауыңды көрейік. Иә, мен окрошканы жақсы көремін. Ол бізде редиска шыққан кезде жейтін тағам. Өзіңе спорт түрін таңда, ыстық немесе суық. Иә, волейбол ойнаған жақсы, бірақ та мұзда сырғанауды да жақсы көремін. Сен қайсысын жақсы көресің? Өзіңе сусын таңда, ыстық немесе суық. Конечно, ыстық. Иә, салқын кола. Коланы бәріміз жақсы көреміз. Өзіңе аяқ киім таңда, сенің таңдауыңды көрейін. Пікірге жаза кет. Өзіңе жеміс жидек таңда, ыстық немесе суық. Маған кептірілген жемістердің түр-түрі ұнайды. Саған қайсысы ұнайды? Мұздатылған немесе кептірілген. Өзіңе киім таңда, ыстық немесе суық. Мен өзіме шуба таңдадым. Не себепті дейсіздер ме? Біздің ауылымыз өте суық. Өзіңе таңдау жаса, ыстық немесе суық. Жаңбырлы күн немесе қарлы күн. Негізінде қарлы күн ұнайды маған. Себебі шанамен сырғанағанды жақсы көремін. Өзіңе бассейн таңда, ыстық күнде түсу, әлде суық күнде түсу. Маған суық күнде ыстық бассейнге түскен ұнайды. Саған қайсысы ұнайды? Комментарияға жаза кет. Менің видеом ұнаған жағдайда маған тіркеліп, комментария жазуды ұмытпа. Иә, ыстық нан өзіңе таңда. Мен болсам ыстық нан мен сары май жағып жегенді жақсы көрем. Осымен бітті. Сау болыңыздар.